өмірде барлық нәрсені қайтаруға және сатып алуға болады. Алайда өткен уақытыңды қайтару ол мүмкін емес нәрсе. Барлығымызға бірдей етіп бір күнде 24 сағат уақыт берілген. Ал ол уақытты қалай қолданамыз, ол әрине өзімізге байланысты. Бір адамның жасаған дүниесін екінші адам әлбетте жасай алатынын осы тұста мойындауымыз керек. Барлық мәселе уақыт жетпейге келіп тірелетін болса, онда уақытыңды дұрыс басқарып үйрену керексің. Яғни тайм менеджментті сендер өмір салттарыңа енгізулерің керек. Уақыт бізге берілген үлкен нығмет, аманат және мүмкіндік. Ал сол мүмкіндікті дер кезінде пайдалана білген адам ғана жеңіске жетеді. Тайм менеджмент негізі 4 сатыдан құралады. Осы тұста сендерге бір мысал келтіріп өтейін. Жалпы адам өмірін белгілі бір жолаушылық деп алып қарастырайық, иә. Сол жолда сен шыққан жеріңнен белгілі бір межеге дейін қалай баратын туралы 4 сұрақ қоюың керек. Ең бірінші сұрақ ол қалай барасың, қандай жолмен барасың, иә. Сен төте жолмен баруың мүмкін, немесе құпия жолмен баруың мүмкін деген секілді. Екінші сұрақ ол қайда баратының. Сен белгілі бір мақсат қойып, өзіңе қай жерге баратыныңды анықтап алуың керек. Және үшінші сұрақ ол немен баратың, иә, қандай бір құралдар қолдану мүмкін, немесе жаяу, немесе машинамен бару мүмкін деген секілді. Және төртіншісі неліктен баратыңды анықтау керексің. Неге дәл сол жерге бару керексің, иә? Осы міне 4 сұраққа жауап табатын болсаң, онда сенің мақсатың, яғни қай жерге бара жатқаның анықталды деген сөз. Ал енді нақты мақсатың анықталды, одан кейін уақытыңды қалай дұрыс басқарудың мен саған қазір нақты жолдарын айтып беретін боламын. Уақытты тиімді басқарудың ең негізгі қағидасы ол сол күні жасайтын, яғни күндік жоспарыңды құру. Яғни күндік жоспарды негізінде кешке ұйықтар алдында құрған дұрыс. Неге? Себебі сен бір күндік жасаған энергияң ол кешке шығады. Сәйкесінше сен ертеңгі күні жасайтын іс-әрекетіңнің энергиясын сен өзің сезіп тұрасың. Сол себепті сенің ертеңгі жасайтын іс-әрекеттерің нәтижелі, өнімді болу үшін, яғни барлық жазған іс-әрекеттеріңді орындауға энергияң жету үшін кешке жазған дұрыс. Себебі сол жазған жоспарларыңды ми есінде сақтап қалады да, таңертең тұрған кезде сен барлығын негізі оңай жасап кете аласың. Енді жоспарды қалай жазамыз, иә? Қазір сендерге лайфхак айтамын. Негізі жоспарды 3 бөлікке бөліп жазу керек. Күндік жоспар, жаңа айтып өткенде, одан кейін апталық жоспар және жылдық жоспар. Жылдық жоспар сендерде былай болуы мүмкін, осы жылы мен 140 балл жинаймын, грантқа түсемін деген секілді сендерде ол мақсат, жоспар. Енді сол жоспарға жету жолында сендер күнделікті іс-әрекеттер жасау арқылы жете аласыңдар. Енді осы жылдық жоспарды сендер апталық жоспарларға бөліп қойсаңдар болады. Мысалы, осы аптада мен осы бір тарауды аяқтаймын деген секілді, иә. Енді сол тарауды сен осы бір аптада аяқтау үшін саған күндік жоспар керек, иә. Күндік жоспарда сен бөлесің, мысалға, осы бір тарауды аяқтау үшін мен күніне қанша сағат оқимын, немесе қанша бет оқимын деген секілді, иә. Сол арқылы сен күндік жоспар жасау арқылы апталық жоспарға жетіп, апталық жоспардан кейін өзіңнің діттеген мақсатыңа жететін боласың. Тиімді басқарған адамның күнделікті жасайтын іс-әрекеттерде күндегіден қарағанда көбірек болуы мүмкін. Осы тұста бізге не әсер етеді? Ол әрине энергия. Негізі осы тұста адамдар екі бөлікке бөлінуі мүмкін. Біріншісі энергиясы көп, бірақ та ол энергияны жұмсайтын іс-әрекеттері жоқ. Яғни ол неге байланысты? Ол адамның жоспарының болмауына байланысты. Екінші типтегі адамдар болады, энергиясы аз, бірақ та істейтін жұмыстары өте көп. Енді осы тұста біз балансты ұстай алуымыз керек. Ол балансты ұстау үшін не маңызды? Әрине психологиялық күй маңызды. Ол осы тұста сендерге бір лайфхак, медитация жасауды қолға алу керек. Яғни медитация жасау ол біздің миымыздағы керек емес дүниелерден, қоқыстардан босатуға көмектеседі. Сол арқылы сендердің энергияларың толады. Ал екінші жағдай ол әрине адам ағзасы талап ететін физикалық жайттар. Яғни оған не жатқыза аламыз? Адамның ұйқысының дұрыс болуы, жеткілікті мөлшерде су ішу және де физикалық қозғалыстармен, спортпен шұғылдану деген секілді. Бірақ бұның барлығы банальны естілгенімен сен бұл дүниелерді жасамайсың. Сол себепті осы кішкентай қадамдардың барлығы сенің күніңнің қалай өтуіне, іс-әрекет жасап жатырған іс-әрекеттеріңнің нәтижелі болуына көмектеседі. Келесі бір уақытта бір іспен айналысу. Яғни бұл дегеніміз концентрацияны, сенің фокусыңды бір нәрседе ұстап тұру керек. Яғни сен белгілі бір 2-3 іс-әрекеттерді бір моментте орындайтын болсаң, онда ол жасайтын іс-әрекеттерің сенің өнімсіз болады. Сондықтан беліп тұрған уақытта сол істі жасау өте маңызды. Одан кейін істі кейінге қалдырмау. Яғни сен өзіңе бір күні қойған жоспарыңдағы іс-әрекеттерді жасамайтын болсаң, онда сенде стресс
болады, апатия болады, одан кейін өз-өзіңді кінәлау пайда болады. Сонымен қатар өзіңнің жасайтын қолыңнан келетін іске сенімсіздік пайда болады. Және келесі, ол саған беріліп тұрған уақытты бос дүниелерге құртпау. Яғни әлеуметтік желі, теледидар көру, TikTok көру деген секілді, немесе саған маңызды емес достарыңмен кездесу, ойнау деген секілді, иә. Яғни сен өзіңе ол қажетсіз, маңызды зат емес екенін біліп тұрсаң, онда адамдарға жоқ деп айту осы тұста өте маңызды екенін ұмытпа. Өзімізге берілген әрбір алтын уақытымызды бағалайық, бағалы өткізейік, және де армандарымызға жеткізетін іс-әрекеттермен толтырайық. Бүгінге осы, келесі кездескенше.